Мимика деген ол деген біздің күлуіміз, жылауымыз, жындануымыз, таңғалуымыз, яғни эмоциямызды біз мимика арқылы көрсетеміз. Мимикалық бұлшықеттердің ерекшеліктері, қарапайым бұлшықеттердің, олардың деген бір шеті терге тіркелген, то есть бір шеті біздің деген кожамызға байланған. Және де біз күлген кезде, мысалы бүйтіп күлген кезде біздің кожамыз тартылады. Және де сол бұлшықеттердің арасында біздің носогубка әжіміне қатысты бұлшықеттер, олардың саны 5. Осы 5 бұлшықет біздің бетімізде осындай носогубка әжімдер пайда болуына себебін тигізеді. Ол бұлшықеттер қысқарса, яғни кез келген бұлшықет ол деген уақыт өте келе қысқарады. Оның деген ерекшеліктері сондай. Бұл жайлы мен өзімнің деген әжімдердің себебі деген видеомда деген сіздерге ашық айтқан болатынмын. Сол видеоның астына сілтемесін қалдырып кетемін, сол жаққа барып қарасаңыздар болады. Ал енді носогубкаға келетін болсақ, ол 5